нарцисс адамдар қалай манипуляция жасайды? Немесе от одиночка риске шоуына психоразбор 3 серия. Бұл жерде мына отрывоктан біз қарасақ, бізде қазір Минасу алдыңғы мына бөлімінде біздің нарцисс екенін, оның грандиозности және де уязвимость, оның скрытый нарцисс екенін, екеуінің араласқан түрі екенін көрсеткен болатын. Мен қазір оның скрытый бөлімінде тоже алдағы бөлімде талдайтын боламын. Но смотри, ол қалай манипуляция жасайды? Мына серияда ол прям қатты эмоционалды качелясын көкесіне көрсетеді. Бірақ манипулятор ешқашан эмоционалды качеляға бірден келмейді. Ол бірінші бүкіл ол байқаса барлық жігіттердің бәрімен сөйлесіп шықты. Оған прям құлақтарына өте жақсы ілдешелап, сенің андайың, мен бәріне мақтап айтып жүрдім да, ол өте жақсы флиртовать етті, оның мойындау керек. Сенің иықтарың сондай мені қорғап тұрған сияқты болды. Да, мен апарасың барайға деген сияқты өте көпсінің скрытый подтемалар болды. Былайсқан кезде комплиментті олар өте жақсы айтады. Сен сондай ерекшесің, сен сондай осындайсың. Айтқан нарцисс ешқашан комплимент аяған емес. Өте образды күшті таңдапсың, сен прям күшті жасаған егеріністерді күшті ойластырасың. Но осыдан кейін екінші нәрсе олар сен құнсыздандыра бастайды. Мен сен туралы олар ойламаппын. Сен что-то өзгеріп кеттің, баяғыдай емессің. Что-то сенің мына мінезің саған жараспайды. Өте ауыр критикаға сен. Критикадан кейін 3-ші қадам ғана барып оның качеля, яғни сен уже оның бастапқын осында сенің деген грандиозностың етті ғой. Егер сен смотрящийға самоценностың мықты адам болатын болса, комплиментін рахмет деп қабылдайсың и құнсыздандыруына ілінбейсің. Мүмкін ол сенің ойың, бірақ сенің менің собственный личностыма байланысты комментарий, мен туралы еш нәрсені білмейді, есептелмейді, өлшемейді деп сен ашумен немесе просто бүйтіп отвергать етіп қоя салуың мүмкін. Бірақ шайқалатын типтегі адам болсаң, манипуляцияның типтерін білмейтін болсаң, мен оған ілінесің. Ал оны мені интенсивті айтқан болады. Мен интенсивті алған кезде маған жекеге жаз. Смотри, дальше айтатын болсам, ең үлкен маңызды құпияны айтып жатырмын. Мына жерде ол сол құнсыздандыруынан кейін уже мен мына жігітті таңдағым келді, что-то маған бұл ұнамай қалды, бір әрекеттері, оның үстіне какой-то бір түрлі бір футболка киіп алған. Мне это не нравится деді, басқа жігітке кетіп қалды. И басқа жігітке барып, мен сенімен барғым келеді, жаңағыдай бірге деген сияқты әңгімелерін, мотивларын айта бастады. Қыздардың да арасында ең мықты мен деген конкуренцияны қоя бастады. Но ол жерде мен ең керемет жасаған неғысы әрекетін мен келесі 4-ші серияда айтып беретін боламын. Қызық болса комментария қалды.